Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жау жаңбыр. Мақсаты жаңбыр туралы ән тыңдау, жаңбырлы күн туралы сипаттау мәтінін жазып үйрену. Сегодня вы послушаете песню о дожде. Научитесь писать текст описания о дождливом дне. Сонымен жаңа сөздермен таныс болайық. Қолшатыр, зонт, гүлдеу, расцветать, цвести, көктеу, зеленеть или же зазеленеть, тамшы, капля, сағыну, скучать или тосковать. Сөйлемдерді оқы, суретпен салыстыр, иә, жоқ деп жауап бер. Посмотрите на картинку, прочитайте предложение и сравните с ней. Ответьте «да» или «нет». Сонымен өздеріңді тексеріңдер. Итак, проверьте себя. Суретте қыс мезгілі бейнеленген. На картине изображена зима. Жоқ. Қыздың қолында қол шатыр бар. В руке у девушки зонтик. Иә. Қыз жаңбырды ұнатады. Девушка любит дождь. Иә. Күннің сәулесі түсіп тұр. Светит солнце. Жоқ. Келесі тапсырманы көршіңмен бірге талқыла. Следующие вопросы обсуди со своим соседом по парте. Сонымен, саған жаңбырлы күн ұнай ма? Тебе нравится дождливый день? Жаңбырлы күні сыртқа шығасың ба? Выходишь на улицу в дождливый день? Жаңбырлы күнде көңіл күйің түсе ме? Вы чувствуете себя подавленным в дождливый день? Жауап берсеңдер, өз жауаптарыңды салыстырыңдар. Если ответили, сравните свои ответы. Саған жаңбырлы күн ұнай ма? Вам нравится дождливый день? Я, маған жаңбырлы күн ұнайды. Да, я люблю дождливый день. Немесе, либо жоқ, жаңбырлы күн ұнамайды. Нет, я не люблю дождливый день. Келесі әнді бірге тыңдайық. Послушайте песню «Жау жаңбыр», что в переводе «Лейся, лейся, дождь». Жердің жүзі көктеді, ақ жаңбырды сыйлады, ақша бұлттар көктегі. Жау жаңбыр, мөлдіреген тамшыларың. Жау жаңбыр, табиғаттың сәні. Жау жаңбыр, мөлдіреген тамшыларың. Жау жаңбыр, табиғаттың әні. Жаушы жаңбыр тағы да, күттік сені сағына. Кірсін жердің сәні де, топырақтың нәрі де. Жау жаңбыр, мөлдіреген тамшыларың. Жау жаңбыр, табиғаттың сәні. Жау жаңбыр, мөлдіреген тамшыларың. Жау жаңбыр, табиғаттың. Дети, это песня о том, как пришла весна, земля покрылась зеленью, облака стали белоснежными, и льет весенний дождь, пробуждая все вокруг. Радиотілшісімен болған сұхбатты тыңда. Послушайте интервью радиожурналиста. Сәлем, Зейнеп, қайырлы күн. Есіміңіз кім? Менің атым Майра. Майра, бүгін күн райы ұнайды ма саған? Иә, мен жаңбырды жақсы көремін. Қазір көшеде жүрмін. Қандай ән сұрайсыз? Жау жаңбыр әнін сұраймын. Алло,
Мен естіп тұрсыз ба? Иә, Зейнеп, қайырлы күн, жолда тұрмыз бағдаршамда. Жаңбырды ұнатасыз ба? Жоқ, жаңбырды ұнатпаймын. Күн бұлыңғыр болады, айнала дұрыс көрінбейді. Көңілің күйін түседі. Жарайды, сенің көңілін көтерейін. Сарыарқада өзіңе арналады. Зейнеп әпке, сәлем. Мен Алтынаймын. Сәлем, Алтынай. Көшеде жүрсің бе? Иә, мектептен келе жатырмын. Күн жаңбыр. Қол шатырың бар ма? Иә, бар. Менің ағам Ержан алысқа кетіп еді. Менен сәлем айтыңызшы. Ол үнемі радио тыңдайды. Көңілді ән қойыңызшы. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Мені естисіз бе? Айналайын, бұл Тұрар ағаң. Жаңбырдың жауғаны жақсы дегім келеді. Егін шығады, бау-бақша өседі, дала гүлдейді. Иә, дұрыс айтасыз. Менің немереме арнап жау-жау жаңбыр әнін қойыңызшы. Балалар, радио тілшісінің бірнеше адамнан алған сұхбатын тыңдадыңыздар. Сөйлеп тұрған адамдардың есімдерін анықтаңдар. Жаңбырды кім ұнатады, кім ұнатпайды, ұнайтын немесе ұнамайтын себебін біліңдер. Вы прослушали 4 диалога интервью радиожурналиста и ответьте на следующие вопросы. Назовите имена говорящих людей, кто любит дождь, кому это нравится, и укажите причину. Өздеріңді тексеріңдер. Сонымен, бірінші қоңырау шалған адам ол Майра. Ол жаңбырды ұнатады. Себебі, ол жаңбырлы күні сыртқа шығады. Первый интервью состоялся с Майрой. Ей нравится дождливый день, потому что она выходит на улицу в такой день. Екінші Асия. Ұнатпайды, ей не нравится. Күн бұлыңғыр болады, айнала дұрыс көрінбейді. То есть Асие этот день не нравится, потому что погода пасмурная, очертание окрестностей нечеткое. Үшінші қоңырау шалған адам Алтынай. Ол жаңбырлы күнді ұнатпайды. Өйткені оның көңіл күйі жоқ. Третий человек – это Алтынай. Ей не нравится, потому что у нее нет настроения в такой день. Төртінші қоңырау шалған адам Тұрар аға. Ол кісіге жаңбыр ұнайды. Өйткені егін шығады, бау-бақша өседі, дала гүлдейді. Четвертый человек – это Тұрар аға. Ему нравится такая погода, потому что будет много урожая, сад вырастет и поле зацветет. Келесі тапсырма. Иә, жоқ жауабын таңда. Прочитайте предложение. Если предложение верное, то отвечайте «да». Если неверное – «нет». Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Молодцы, проверьте себя. Келесі тапсырмада тыңдағаның бойынша мәтінді толықтырып жаз. Следующее задание по прослушанному тексту дополните следующее предложение. Обратите внимание на склонение местоимения в третьем лице. Жарайсыңдар, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Оқушылар, бүгін сіздер сабақта жаңбыр туралы ән тыңдадыңдар, жаңбырлы күн туралы сипаттау мәтінін жазып үйреніңдер. Енді үйге тапсырма. Жау, жаңбыр әнін жаттаңдар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.